Сәлем баршаларыңызға, сіздер менің Айгерім менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында қатпарлы самса немесе слоеный самса деп аталады, соны жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызды алып, оған тұз қосылған жылы суды қоса отырып, қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымыз өте қатты болмау керек, жұмсақ болмау керек. Сәл ғана жұмсақтау етіп, қамырды илеп шығамыз орташа жұмсақпен. Пакетке салып демалдырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көре аласыздар. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды теңде екіге бөліп, тағы да домалақтап пакетке салып қоятын боламыз. Пакетке салып, біраз уақыт тұру керек, демалу керек қамыр. Енді қамырымыз дайын болғанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Мен алдын ала ет тартқыштан үйдегі еттен өткізіп алдым, және менің етім тұздалған. Екі пиязымызды алып, майда етіп турап шығамыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін фарштың үстіне салып, үстіне менде ет тұздалған, сіздерде ет тұздалмаған болса, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кішкене кружкаға мен су құйып, салқын су құйып үстіне қосып араластырдым. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Суды қоссаңыздар кішкене сочный болып шығады. Мен всегда суды қосамын, мантыға да, самсаға да. Енді қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып, бірдей көлемде етіп, екеуін жұқа етіп жайып шығамыз. Жақсылап қамырымызды жайып аламыз. Достар, менің каналымда көптеген тағамдардың түрлері бар. Оңай, қарапайым дайындалатын. Соларды көріп, үйде отырып жасасаңыздар болады. Өте көп қатты уақыт алмайды, тез дайындалады. Соны көріп жасасаңыздар болады. Қамырымызды дайын, жұқа етіп жайып алдық. Бұны шетке қойып, екіншісін алып, тағы да бірдей көлемде етіп, екіншісіне жайып шығамыз, мұны жұқа етіп. Енді еріген сары майды бетіне жағып шығамыз тегістей. Осының үстіне екінші қамырды қойып, бұны да бетін сары майды жағып шығатын боламыз. Сары майды жағып шығамыз тегістей, одан кейін шетінен алып, осылай орап шығамыз нығыздап. Жақсылап орап алғаннан кейін, бұны пакетке салып демалдырамыз. Холодильникке жарты сағатқа немесе морозильникке 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Пакетке салып салатын боламыз. Міне салып, холодильникке демалдырамыз. Мен холодильникке салдым жарты сағатқа. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырды алып, бөлшекке бөлетін боламыз. Егер де кішкентай қылып жасайтын болсаңыздар, кішірек етіп бөлесіздер. Мен орташа етіп жасаймын, сол себепті кішкене үлкендеу етіп бөліп шығам. Барлық қамырды осылай біркелкі етіп көлемдеу бөліп шығатын боламын. Өзіме қажетті бөлшекті осылай бөліп дайындап алдым. Қалғандарын пакетке бөліп дайындап қойдым. Ұнға салып, енді орташа көлемде қатты жұқа етпей жайып аламыз. Енді ортасына салмасын саламыз. Сіздер фарштың қасына картошка немесе асқабақ қоссаңыздар болады. Мен тек қана етпен жасадым. Осылай үшке үш жаққа етіп формасын создавать етеміз да. Жақсылап басып шығамыз. Достар, менің каналымда борщ тағамы бар, өте оңай әрі тез дәмді болып шығады, соны көрсеңіздер болады. Қарапайым дайындалған. Міне формамызды осылай келтірдік. Барлық самсаны бірдей формада етіп, осылай жасап шығамыз. Екіншісін тағы да көрсетемін. Ұнға аунатып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұқа болмау керек. Бірдей көлемде етіп, салмасын салып, формасын жасайтын боламыз. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін противеньге духовканың листін алып, бетіне пергамент бумагасын төсеп, осыны қойып шығамыз. Енді бетін сары маймен жағып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видеомды бірінші болып көре аласыздар. Бетіне кунжут немесе мак, егерде жоқ болса, ешнәрсе сеппей қойсаңыздар болады. Міне енді духовкада 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды, ас болсын, осылай жасап көріңіздер. Және ескертетін жағдай, әркім духовкасы әрқалай, сол үшін қарап отырып пісіріңіздер.